Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз үшінші сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы HTML тілінде суреттің көлемін өзгерту. Мен өткен сабақта блокнотты қалай ашу керек, жабу керек көрсеткенмін, өздеріңде білесіңдер. Енді мен міне бірден ашылып тұр блокнот. Сендерге жазып көрсетемін. HTML құжаттың басы. Бірге жазып отырамыз менімен. HTML екен құжаттың мойыны болады. Бұл жерге құжаттың мойнына біз тақырып жазамыз. Кез келген құжатта тақырып болады. Біздің тақырыбымыз өткен сабақта айтқан болатынмын. Суреттің көлемін өзгерту. Шрифті қазақ тіліне ауыстырамыз. Суреттің көлемін өзгерту деп тақырып аламыз. Өткен сабақта біз суреттің қалай бар, солай қойған болатынбыз, ешқандай өзгертусіз. Бүгін суретке пиксельмен өлшенеді HTML-де. Енді тақырыпты жабамыз. Тақырыпты жабамыз. Жабу белгісі бізде міне мына сызықша, тырнақша есебінде жүреді. HTML-де жабамыз. Тақырып қойылған соң міне тақырыпты жаптық. Енді құжаттың мойнын жабамыз. Яғни біз тағы да осы белгіні қайталап қоямыз. Қисық сызықша деп айтылады. Жабылды. Енді құжаттың денесін, құжаттың денесі body белгісімен, body аштым құжаттың денесін. Яғни бұл жерге бізге қандай HTML-де формула тег керек, соны жазамыз. Бізге суретті өзгерту керек. Демек, суретті өзгерту тегі. Суреттің көлемін өзгерту, біз өзін өзгертпейміз. Сурет қою тегі image srk. Өткен сабақтарда өттік. Міне image пробел қоямыз srk. Және тең. Бұл бізде формула. Құжаттың денесі осы формуламен. Тырнақша. Тырнақшаның ішіне біз суреттің тақырыбын. Мен суреттің тақырыбы тәуелсіздік деп ағылшын тілінде сақтадым. Қай тілде сақтаса да болады. Қай шрифтте сақтаса да болады. Тек соны дұрыс жазу керек. Біз міне тәуелсіздік нүкте. Суреттің менде форматы JPEG. Оны алдын ала мен қарап алдым. Сендер де суретті қоятын кезде алдын ала қарайсыңдар. Жабамыз. Енді тағы да пробел. Енді суреттің көлемін осы жерде өзгертеміз. Қарап отырамыз. Яғни ұзындығы мен енін өзгертеміз. Тең 300 пиксель деп алайық. Пиксельмен өлшенеді HTML-да. Міне 300 пиксель. Және енді ұзындығын сендер қай көлемді қойсаңдар да болады. Біз аламыз тең 500 деп алып көрейік. Ұзындығы 500, ені 300 болды. Қазір қандай болып шығатынын көреміз. Біз аламыз тең 500 деп алып көрейік. Ұзындығы 500, ені 300 болды. Қазір қандай болып шығатынын көреміз. Көлемін өзгерттік. Енді құжаттың денесін жабамыз. Жабу үшін міне қиғаш жақшамызды қойдық. HTML-ді. Яғни HTML-ден бұрын body. Бұл бізде құжаттың денесі. Қиғаш жақшамызды қойдық. Жаптық body'ді. HTML-дің алдына қойдық. Міне жазып болдық. Енді сақтаймыз. Сақтау үшін файл,
сохранить как. Осы жерге сурет деп сақтайық. Сурет нүкте HTML. Кез келген құжатта HTML міндетті түрде болады. Өйткені HTML бізде формула деп айтсақ та болады. Енді мен рабочий стол, яғни жұмыс үстелін таңдадым. Менің суретім осы жерде. Егер сендер балалар суреттерін қай жерде, қандай папкада HTML-ді сол папкаға сақтайсыңдар. Міне сақтадық. Свернуть етеміз, жинап қоямыз, жаппаймыз. Міне қараңыздар. Рабочий столда интернеттің белгісімен шықты. Ашып көреміз. Міне қараңыздар. Суреттің көлемін өзгерту, міне бұл тақырыбымыз. Мына жерде қандай папка, рабочий стол деп тұр, сурет, HTML деп тұр. Міне біздің таңдаған суретіміз, яғни ұзындығы 500 қылдық, енін, биіктігін 300 қылып таңдаған суретіміз ашылды, міне осылай. Енді келесі сабақта біз осы суреттің GIF форматты қоятын боламыз. GIF формат дегеніміз суреттің қимылдау белгісі. Осы сабақты үйде қайталаңдар. Осында кез келген суретті таңдап шығарыңдар. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.